Қайырлы күн, балалар мен достар. Қазір сендер орман ішіне еніп, ерекше сиқырлы әлемге куә боласыңдар. Бұл орманда ағаштар сөйлейді, аңдар ойнайды, жел ән айтады. Ал адамдар кейде табиғатты қорғау өз қолымызда екенін ұмытып кетеді. Қане, тыңдайық, орман ішінде не болып жатыр екен? Қандай керемет күн күлімдеп тұр, орманымыз жайқалып тұр. Я, бәрі жақсы еді, бірақ кеше орманның шетінде бір топ адам келіп, ағаштарды кесіп, қоқыс тастап кетті. Адамдар неге бұлай істейді? Ағаш болмаса бізге көлеңке қайдан түседі? Қыста бораннан, жазда ыстықтан қайда тығыламыз? Мен кеше достарымның кесілгенін көрдім. Олар да біз сияқты тірі еді. Біз тыныс береміз, оттегі сыйлаймыз, бірақ адамдар соны ұмытып барады. Орман жоғалса, егер орман жоғалса, бәріміз де жоғаламыз ғой. Иә, ормансыз өмір жоқ, бірақ бір күні бәрі өзгереді. Мына жер тыныш екен, от жағайық, кәуап пісірейік. Қоқысты да осында тастай саламыз, бәрібір ешкім көрмейді. Көрдің бе, тағы адамдар келеді. Тоқтатпасақ, орман өртеніп кетеді. Тоқтаңдар балалар, не істегелі жатсыңдар? Біз тек от жағып, кәуап, от жағып демалмақ едік. Орман демалатын орын емес, ол қорғалатын қазына. Бір ұшқын мыңдаған ағаш өнімін жояды. Бір бөтелке топырақта 100 жыл шірмей жатады. Біз білмеппіз ата, шынында да ойланбаппыз. Адам табиғатты сүйсе, табиғат та оны қорғайды. Бүгін сендер орманның тілін тыңдайсыңдар. Біз сендерге көлеңке сыйлаймыз, тек аман сақтаңдар. Біз орманда ойнаймыз, бірақ ешқашан қоқыс тастамаймыз. Адамдар табиғатты қорғауды үйренсе, бәрі де жақсы болар еді. Бізге мейірім керек, табиғат та жанды, ол да сезінеді. Кешіріңдер бізді, біз енді орманды қорғаймыз. Тіпті өз мектебімізде де табиғатты аялап бұрышын ашамыз. Жарайсыңдар балалар, ендеше бәріміз бірге ант етейік. Орман өмірдің тынысы, адам табиғаттың ұлысы. Біз табиғатты қорғаймыз деп Ант етейік!